Ақбота Болатқызы ашып айтады. Әбілқайырхан көшесі 91-2 мекен жайы бойынша орналасқан 5 қабатты тұрғын үй 1985 жылы салынған. 2011 жыл мемлекеттік тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы бойынша жөндеуден өткен болатын. Бірақ көріп тұрғаныңыздай тұрғындар қуанышы ұзаққа бармады. Көктем және жаз мезгілінің жауын-шашынды күндері шатырдан тоқтаусыз су кетіп, үйлерінің мазасын қашырған көрінеді. Қала әкімі аталған мекен жайда болып, қайта жөнделіп жатқан шатырға жауапты мердігер компания Әлімбек жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысымен танысып қайтты. Үйлердің бәрін қарап шықтық. Соның біреуі міне Әбілқайыр 91-2 үй. Шатыр ауысқан. Шатырына 3,5 миллион қаражат жұмсалды. Бірақ істегеннен кейін су ағып тұрған. Соны біз анықтадық. Мамандармен анықтап, қазіргі уақытта істеген мердігер осыны өз қаражатын есебінен барлығын қайтадан жасайтын болды. Айта кету керек, аталған үй шатырын мердігер Әлімбек жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз қаражаты есебінен қайта жөндейтін болады. Өйткені бұдан бұрындары тұрғындар аталған үй шатырының тозғандығын ескеріп, мемлекеттік тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы арқылы жөндетуді жөн көреді. Аталған үйге 3,5 миллион теңге қаражат бөлініп, жөндеу жасалынғанмен, көп ұзамай жөндеудің сапасы жасалғандығы 5-ші қабаттан су кеткеннен ақ белгілі болған. Жоба бойынша мына снегоудержатель дейді, сол салынбаған. Сол ескі снегоудержательді біздер қайтып орнына қондырып едік. Соны алып, биыл жаңадан қондырып едік өзіміздің қалтамыздан. Қала әкімі Алтай Шүкіргенов шақыртып, жиналысқа халық төлейді, дұрыс істеңдер, сапасы жақсы болсын, заман талабымен болсын деп. 1-2 күнде бітіреміз, Құдай қаласа. Бүгінде 7 жыл мерзімге ай сайын 400 мың теңге аралығында төлем төлейтін тұрғындар жөндеу ақысын төлеуден бас тартып отыр. Шатыр сапалы жөнделген жағдайда ғана төлемдерді қайта жалғастыратын болады. Ақбота Болатқызы, Нұрлан Кунаш, Рустам Жұмаш, ТДК 42 телеарнасы.